Рухани жаңғыру шаралар аясында Жаңаөзендегі Шоғы Батыр ұрпақтары Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қаражар ауылынан 25 шақырым жерде орналасқан Дәуімшар Батырдың қорымында ас беріп келді. Түнеухана салып, мәрмәрдан басына белгі қойды. 2 күнге созылған ас садақаға Маңғыстау, Ақтөбе облысынан бөлек Астана, Қарағанды, Павлодар қалаларынан 1000-ға жуық адам қатысқан. Дәуімшар Батыр 1770-1810 жылдары өмір сүрген. Маңғыстауда Иса мен Досанды білеміз, батырлар. Бұлар Ресей патшалығына қарсы күрескен. Біздер білеміз, оның алдында Исатай мен Махамбетті білеміз. Бұл да Ресей патшасына, Жәңгір ханның жүргізген саясатына Ресей патшасымен қарсы болды. Ал бұларға жол салып берген. Оның алдында соған жол көрсетіп, нағыз Хас батырдың жауға шабуын, сол өз жерін азат ету жолында күресін Дәуімшар мен Құдабай бастап берген. Ас садақаның негізгі мақсаты ата-бабамыздың салып кеткен дара жолын дәріптеп, кейінгі ұрпаққа тарихи тұлға ретінде өнеге қалдыру. Шара аясында 7 үй тігілді. Жыршы термешілер жырдан шашу шашты. Аламан бәйге, күрес сияқты қазақтың ұлттық спорт түрлері ұйымдастырылды. Қазір Жаңаөзендегі ата ұрпақтары Дәуімшар Батыр туралы кітап жазып жатыр. Осы жылдың аяғына дейін бір кітабы басып шығарылады деп жоспарлануда. Ал бүгінде зерттеліп жатқан ғылыми бағыттағы жұмыстары 2018 жылы жарық көреді. Осы жұмыстарға елбасымыздың да барынша қолдау көрсеткендігінің белгісі деп есептеймін. Заманында не себептен Дәуімшар Батыр туралы көп айтылмай кетті? Өйткені ол біздер Ресейдің 70 жылдан астам езгісінде болдық. Сондықтан да Ресей патшалығына қарсы күреске шыққан батырларды әрине ол кездерде дәріптеуге, ел арасында таныстыруға барынша тыйым салынғанын біздер білеміз. Тәуелсіздік алдық, қолымыз ұзарды, ата-баба салт дәстүрін біз бұрынғыдай емес жаңғыртып келе жатырмыз. Дәуімшардың ерлігі жөніндегі деректер көптеген кітаптарда баяндалған, өлең жырлар, дастандарда жарық көрген. Соңғы жорығы 1810 жылы Ақтөбе облысында зерттеу жұмыстарын жүргізген ағылшын экспедицияларына қарсы тұрғаны. Ал үстірттегі жорығына дәлел, бүгінде осы маңдағы Жезді қорымында Батырдың жұбайы Өтебеке анамыз бен үлкен ұлы Қазанбай жерленген. Жаңаөзендегі ата ұрпақтары мамыр айында қорым басына барып ас беріп құлпытасы орнатқан екен. Дәуімшар мен Құдабай Батырдың жорықтары, ерліктері баяндалған фильмді бүгін жаңалықтардан кейін арнайы репортаждан көре аласыздар. Сәуле Жолмамбетқызы, Дәурен Бейсенбаев, жаңалықтар.